Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Тікелей эфирде бас назарда бағдарламасы. Бүгін біздің бас назарымызда Алматыны көріктендіру және көгалдандыру. Бірнеше күн бұрын арнамызда қала әкімінің қатысуымен өткен мегаполис көркіне қатысты презентацияда қандай мәселелер көтерілді. Ол жұмыстар қалай жүзеге асады. Осы және өзге де сұрақтарға жауап беретін бүгінгі студияның қонақтарымен таныстырып өтейін. Алматы бас жоспары ғылыми зерттеу институтының бөлім басшысы Айтлеу Жанат Әбдіхалықұлы және де жайлы қалалық орта бөлімінің басшысы Букешев Ернар Парахатұлы. Қош келдіңіздер. Енді Ернар мырза, бірден сұрақты бастап кетсем, күні кеше ғана енді қала әкімінің қатысуымен болған презентацияда көптеген мәселелер көтерілді. Енді келесі жылға жоспар бойынша адам басына шаққанда 11 квадрат метр жасыл түп отырғызылу керек екен. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Біздің басқарма бойынша 2019 жылы 42 айынан бастап Жасыл Алматы деген бағдарлама іске асып басталды. Соң жылдан бастап ағаш егілулер көп егіліп жатыр. 2020 жылдан бастап 2020 жылы 282 мың ағаш отырғызылды. Ең көп ағаш отырғызылған жыл бізде. Ол Алатау, Түрксіб, Медеу аудандарында көп ағаштар отырғызылды. Сонымен қатар 2021-де біздер 350 мың ағаш отырғызуға дайынбыз. Ол квадрат метрмен есептегенде 7-7 квадрат метр болу керек. 2019 жылы 4,6 квадрат метр болатын, е? 4,6 квадрат метр болатын. 2021-де 7-7 квадрат метр болатын. Енді бұны 11 квадрат метрге жеткізу межесі тұр, е? Ойдымызда тұр, сізге оны асырамыз. Бұйыртса іске асастыр. Енді осыған дейін ағаштар отырғызыла бастаған кезде суару жүйесінде бірнеше жыл бұрын кем тұстар болған. Ағаш отырғызылды, бірақ суару жүйесі жүргізілмеген деген сияқты. Енді қазіргі күн отырғызылып жатқан ағаштардың суару жүйесі қалай? Қазіргі таңда отырғызылып жатқан ағаштар мердігер иемен отырғызылып жатса, ол 2 жыл уходымен өздері қарайды, суарады, емдейді, өліп қалып жатса жаңадан отырғызады. Ал оған дейінгі отырғызған ағаштарды 8 аудан әкімінің аппараты өздері суарады. Ода 20 бізде мердігер ием бар, суаратын. Өздері арықпен суарады, мотопомпамен суарады, машинамен суарады и автополив дейді, сонымен суарады. Жасыл желектермен ағаштарды. Аудан әкімдерінің тарапынан. Яғни суару жүйесі ретке келтірілді, е, қазіргі күні толықтай? Толықтай келтірілді, біз дайынбыз суару жүйесі. Енді кеше болған презентацияда үлкен Алматы каналы өзгереді деді, е? Жан-жағында жөндеу жұмыстары жүреді деді. Ретке келтіруде қандай тағы да жоспарлар бар? Үлкен Алматы каналы бойынша бірінші президент саябағынан бастап Сайран көліне дейін жүргізіледі. Ол ұзындығы 7,5 шақырым болады. Сонымен қатар соның бойында жарықтандыру, абаттандыру, қандай ландшафт қалып тұр, соның бәрін сой күйінде қалдырамыз. Жаяу жүргіншілерге барынша ыңғайлы жасауға тырысамыз сол жерде. Сонымен қатар қазір бізде жобалық сметалық құжаттамада бірінші президент саябағы тұр и Сайран көлі тұр. Ол үшеуі биыл жылдың соңына дейін халықпен кездесіп, тағы да толықтыру сұрақтарымен жүргіземіз. Жанат Әбдіхалықұлы, сұрақты сізге қойсам, жаңа ғана Ернар мырза айтып кетті ғой, халықаралық әуежайдан бірінші президент саябақшасына дейінгі аралықты көркейту межесі тұр алда. Осы күні осы жобаға қатысты қандай жұмыстар жүргізіледі, ол қалай жүзеге асады? Осы жайында айтып кетсеңіз. Қазір біздің мекеме сол жобаны дайындау үстінде. Ол енді әуежай мен саябақтың аралығы бұрыннан жалғасып жатқан жер ғой. Енді жаңа Әл-Фараби даңғылы бар, Шығыс айналма жолы бар, Құлжат тракты бар, Бұқтарма көшесі бар, Майлин көшесі бар. Сол 5 көшенің жалғасы енді соны әуежайдан қалаға кірген кезде әуежай жаңа біздің қақпамыз, сондықтан келген қонақтар қалаға кіргеннен кейін
кәдімгі Алматы жасыл қалаға кіргендей болу керек, әдемі әсем қалаға кіру керек. Сондықтан осы көшелерді көріктендіру керек болғандықтан тапсырма түсіп, сол жоба жасалып жатыр. Ол енді әуежайдан басталып, бірденен жаңа Майлин көшесінің бойында, өздеріңіз білесіз, өте кең көше Майлин көшесі. Соның екі жағында қазірдің өзінде де кішкене бақтар бар, ағаштар бар. Бірақ енді олар бір жағынан ескіріп кеткен, бір жағынан жақсы ұйымдастырылмаған. Соның бәрі сол Майлин көшесінен бастап бірденен көріктендіріп, әсемдендіріп, сол жоба бойынша жасалып отыр. Ары қарай жаңа Майлин мен Бұқтарма көшесінің қиылысқан жерінде де біраз өзгерістер болады. Жаңа шағын архитектуралық пішіндер қойылады деген сияқты. Сосын жаңа екі көшелердің екі жағында да жаяу жүргіншілерге арналған жолдар болады, велосипедшілерге арналған жолдар болады. Сонымен қатар сол көшелердің бойы әрине ең басы жаңа жасыл желекке толтырылу керек. Ол жолай бойы жаңа өзі кей жерлерде ашық жерлер бар, соның бәрі қоғамдық кеңістіктерге айналу керек. Ол жер жаңа халық көп келіп демалатындай, көп жүретіндей жерге айналу керек. Соған байланысты ол жерде өмір қыз қайнау керек болады. Соған жоба қазір дайындалып жатыр. Сол екі орталық түгел жоба енді дайын болып қалды. Енді ол тек мемлекеттік сараптамадан өткізуіміз керек. Сол қалай мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін оның бағасы белгіленді. Сосын мердігерлік құрылысшыларға тендер жарияланады. Соң ары қарай құрылыс басталып кетеді. Ол енді жалғыз бұл көше емес, бұл қалада басқа көшелерде жылда сол жаяу жүргіншілерге арналып, жасыл желекке айналдырылып күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр ғой. Алдыңғы жылдар жаңа Абай даңғылы болды, Назарбаев даңғылы болды, Абылайхан даңғылы болды. Сол сияқты көшелер, жылда сондай көшелер бірінен соң бірі өтіп жатыр. Енді қазір биылғы жылға да жоспар бар сондай көшелерді қайта жаңғыртудан өткізу. Негізгі биылғы жұмыстың басы сол жаңа екі әуежай мен тұңғыш президентіміздің саябағының аралығы сол болмақшы. Яғни бұл жоба жүзеге асатын болса, ойдағыдай жүзеге асып жатса, жаяу жүргіншілердің жүретін жағдайы жақсармақ деген сөз ғой. Жаяу жүргіншілер болсын, жаңа велосипедпен жүретін болсын, оның үстіне жаңа көлікпен жүрген адамдарға да екі жағына қарап отырғанға өте ыңғайлы болады деген сияқты. Құр жаңағы қара жерге қарап отырмай, көріктендірген, әсемделген. Енді ғимараттар орны бір бөлекте, сол ғимараттардың арасындағы кеңістікті де толтыру, ол екінші нәрсе. Сондықтан соның бәрі бір-біріне сай болып тұру керек. Солған осы жоба солай жасалып жатыр. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, Жанат Әбдіқалықұлы, сай болып тұру керек. Алматыда кеңес заманынан бері мысалға тұрған үйлер бар. Тағы да көптеген жаңағы өзгертілмеген үйлерді сол қалпында сақтап жүзеге асыруға бола ма, ары қарай көркейтуге, жаңағындай өзіңіз айтпақшы жан-жағын жасылдандыру болсын, не болмаса ары қарай оны көріктендіру. Әрине ол ғимараттар ескіргеннен кейін оның қасбеттері де ескіреді, оны жөнге келтіріп тұру керек. Ол енді әр ғимараттың өзінің иесі. Кей ғимараттар қаланың меншігінде, кей ғимараттар жеке кәсіпкерлердің, жеке адамдардың меншігінде. Сондықтан әр меншік иесі өзінің иелігіндегі ғимаратты дұрыс ұстап тұру керек. Сондықтан бір жағынан енді жаңа жеке меншік деген кішкене қиындау да, өйткені бізде қаланың ішінде аз да болса жаңа тарихи ескерткіштер бар, сәулет ескерткіштер бар. Олардың бәрін заң бойынша мемлекет қорғау керек. Ол үшін әр жаңа иесіне де сондай талаптар, тілектер қойылады. Сол ғимараты жоғары деңгейде ұстап тұру жөнінде. Ол енді тарихи ескерткіштерге байланысты. Ал одан басқа да қала енді кешенді болып салынғандықтан ол кейбір ғимараттар, кейбір тұрғын үйлер ондай ескерткіштер тізіміне кірмеген. Бірақ сонда да олардың өздерінің алатын орны бар. Олар қай ғасырда, қай эпоха дейді, сол кезде салынған, олар сол кезеңнің ескерткіші.
сол кездегі тұрған адамдар сол ғимараттарға қарап, сол ғимараттардың арасында жүріп, сол кездерді есіне алып, оның үстіне жаңа келген қонақтар сол тарихы қандай болған екен, қандай ғимараттар болған екен деп соларға қарап, сондықтан оларды егер ол кезде басқа бір нысанға пайдаланса, сол ғимаратты қазір қайта жаңғыртып, қасбетін өзгертпей, сол қалпына келтіріп, оның ішіне басқа, егер ол кезде ол жаңағыдай кеңсе болса, қазір тұрғын үйге болмаса, жаңа тамақ ішетін орын жасауға болмаса, тағы бірдеңеге пайдалануға болады, бірақ тек қана өзін сол кезеңдегі деңгейіне дейін жеткізіп, жақсы қайта жаңғыртып сөйтіп. Ол енді жалғыз мемлекет емес, сол жаңа жекеменшік иелерінде міндеті, ол қаланы сондай жоғары деңгейде ұстап тұру үшін. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Біздің тікелей эфир телефоны 275-0102 және WhatsApp нөмірімізге де өздеріңізді мазалаған сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. 877-046-33-33 нөмірі. Одан әрі жалғастырайық. Енді Ернар мырза, сізге мынандай сұрақ. 3 жылда 1 миллион ағаш отырғызу жоспарланған. Сол түптер қай аудандарда көптеп егілуде қазіргі күндері? Және қандай ағаш түрлеріне басымдық беріліп жатыр? 1 миллион ағашты 3 жылда отырғызу ниетіміз бар. Былтырдан бастап жаңа айтып өткендей Түрксіб, Алатау, Медеу аудандарында көптеп егілді. Ендігі біздің назарымыз Наурызбай аудандарында да сондай ағаштарды көп егу. Жалпы түрде айтқанда 1 миллион ағашты біздер 3 кезеңге бөлдік 3 жылға. 20-шы жыл, 21-ші жыл және 22-ші жыл. 21-ші жыл жаңа айтып өткендей 350 мың ағаш егеміз биыл. Соның ішінде 3 түрлі ағаштарға көңіл бөлдік. Жапырақты, лиственный жапырақты дегеніміз ағаштан 1 800 000 ағаш егеміз. Жеміс ағаштарынан 490 мың ағаш егеміз. Қылқан жапырақтылардан 340 мың ағаш егеміз. Сондай ағаштар егуге тырысып отырмыз. Неге бұл ағаштар таңдап алынды? Бұл ағаштар таңдалу себебі әр аудан өзінің ауа райының ерекшеліктері бар. Құрғақтық, шаңдық, жел топырақтарына байланысты ағаштар белгілі мамандармен ақылдаса отырып, сондай ағаштар егеміз әр жерге. Әр ауданның түбіне. Таулы жаққа қылқан жапырақтыларды, дала жақтарды, мысалы, Алатау аудан жағына кәдімгі жай ағаштарды егеміз. Көйленкесі көп беретін. Тұрғындар атсалыса ма осы ағаш отырғызу кезінде, мысалға бей-жай қарамайтын қоршаған ортасына тұрғындар алматылық, мен де барып атсалысқым келеді деп, сіздерден барып түп ағаштарды алып, барып өзі отырғыза ала ма? Әрине, ондай бастамалар бізде көптеп жүргізілуде. Және біздің аудан басқарма бойынша, жасыл экономика басқармасы бойынша былтырдан бастап ниет білдірген адамдарға біздің Инстаграм парақшамызға жазады. Біздер өзіне ағаштарын береміз. Олар өздерінің ауласына егеді, КСК-лар жазады, дворына егеді, ауласына. Сондай іс-шараларды көптеп атқарудамыз. Қазіргі таңда былтыр Сосновый Бор дейді, Алатау ауданындағы Момышұлы үлкен Бак көшесінің қиылысы бойындағы, сол жерге қылқан жапырақтылар ектік, және липа ағашын ектік. Көптеп. Сосновый Бор үлкен орманды алқап жасап жатырмыз. Ол егілген ағаштарды сосын әкімдік тарапынан өздеріңіз суару жағын қадағалап отырасыздар. Оны аудан әкімінің тарапынан жаңағы айтып өткендей мотопомпамен, автокөлік машиналармен суару, арық жүйесімен суарады. Сосын өткен жылы карантин кезінде 22 парктер мен скверлер жөндеуден өткен екен. Енді презентация кезінде Бақытжан Әбдірұлы әр аудандарда парктер пайда болады деді. Қанша саябақ салу жоспарда бар? Біздің қазір бүгінгі таңда біздің аудан жасыл экономика басқармасы тарапынан 4 объектіге жұмыс жүргізіліп отыр. Ол Маяк ықшам ауданын басталды, Түрксіб ауданындағы, сосын қазіргі Гатопымыз қазір национальный болып кетті. Сол Көкмайса и Касиев музейінің қасындағы жұмыс жүргізілуде. Сонымен қатар биыл 14
ПСД проект жасалуда. Ол Зерделі, Алатау, Боралдай, Өжет, бірінші парк президенті Байсейітов, Қаздрамтеатр, мемлекеттік музей, дворец школьников, журналистов, Слава аэропорта, КБТУ, Алия Манчик және Дом детского творчества Түрксіб ауданындағы кішігірім сквер мен парктарды жаңарту ойымызда бар. Ол биыл жыл соңына дейін жобалық сметалық құжаттамасы дайын болады. Оны тағы да тұрғылықты халықпен кездесіп, ақылдасып, қандай керек жарақтары керек, қандай ағаштар отырғызамыз, қандай жаңағы мафтар қоямыз, оның бәрін ақылдасымыз тұрғылықты халықпен. Жақсы. Рахмет. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, егер желіде болса, байланысқа қоссақ. Қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің аты жөнім Дүйсенбеков Көпжан. Мен Өжет ықшам ауданының ақсақалдар төрағасымын. Тыңдап тұрмыз. Мынау Ернарға сұрақ қойайын деп, мынау 1 миллион ағаш бөлінді дейді. Біз былтырда, алдыңғы жылда, биылда бір ағаш алған жоқпыз. Қайға бөлініп жатыр ол ағаш? Қайда сол ағаштар? Жақсы аға, рахмет сұрағыңызға. Ағаштар қайда дейді. Ол меже ғой, мен түсіну бойынша, Ернар мырза. 1 миллион ағаш отырғызу межесі алдыға жоспарланған. Ол енді ол жоспарланды деп сіздер ағашты бөліп беріп жатқан жоқсыздар? Жоқ, оны біздер қарапайым халыққа бөліп бермейміз. Егетін кезде Инстаграм парақшамызға айтамыз, хабарлаймыз. Егетін активистер болатын болса, бізбен қосылып егуге болады. Бұлай сұраған ағаштарын береміз. Ол 1 миллионның қатарына жатпайды ол ағаштар. Біз таратып жатқан ағаштар 1 миллионның ағашының ішіне кірмейді. Сіз сұрап отқан ағаштарыңыз Алатау төңірегінде, Алатау әкімдігімен бірге егілуде. Кең жерлер бар Алатау ауданында. Шөлейт жерлер, сол жерлерге жаңа жапырақты ағаштарды көптеп егудеміз. Арықтарын қосып салып атамыз сол жерлерде. Суару жеңілдеу үшін. Жақсы, рахмет. Енді аға, сізден мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңағы жоба барысында енді скверлер түсінікті, парктер салынады, қоғамдық жаңағы орындар, кеңістіктер. Бірақ сол жоба аясында қаланың символын айналатын біз бір ғимараттарды көре аламыз ба? Болу мүмкін бе? Негізінен бұл көшелерді қайта жаңғыртуда жаңадан ғимараттар негізінен беріліп жатқан жоқ. Ол ғимараттардың жобалары бөлек дайындалады да, көшелердің жаңғырту тек сол көше элементтеріне байланысты болады. Ол жерде бірақ жаңағыдай шағын сәулет пішіндер болуы мүмкін. Олардың да өздері кейін халыққа кең тараса, ол да Алматының бір символының біреуіне олар да айналуы мүмкін. Сондай шағын пішіндер жобалануда, енді оны кейін жаңа талқылау, анау кезінде халық көреді, құрылыс кезінде де көреді. Негізінен көшелердің бойында қайта жаңғырту кезінде тек тұрған үйлердің қасбеттерін ғана қалпына келтіру, жаңғырту деген сияқты сондай жұмыстар жүргізіледі. Ал енді ол құрылыстың орны бөлек, ондай негізінен құрылыстар салынып жатыр. Тағы да жаңа Әл-Фарабидің даңғылының бойына тағы бір театр салынып жатыр деген сияқты сондай ғимараттар бар ғой қалада. Әзірше салынып жатқан. Ал қазіргі көшелердің жаңғыртуы, сол әсемдендіру, көріктендіру, оның үстіне жаңа ағаштар енді тек қана сәндік үшін емес, ол жасыл желек ол қаланың өкпесі дейді ғой. Қаламызды бәріңіз білесіздер, қаланың ауасы лас, соған байланысты ағаштарды, бұтақтарды көбейту керек. Бұрын енді кезінде қала жасыл қала болды, бірақ кейіннен қаланың аумағы 2-3 есе өсіп кеткеннен кейін, ол қаланың шет жағындағы ауылдарда ондай бақтар, скверлер болмаған. Солардың орнын толтыру керек. Сол қаланың орталығында жасап жатыр. Енді қаланың шет жағында кім Ернат айтты, Алатау ауданы болсын, Наурызбай ауданы болсын. Сол жақтарда бақтар салынып, ағаштар егіліп, соның бәрі көркейтіліп жатыр.
жаңа қайта жөндеуден өтуі мүмкін көшелер бар ғой, жаңа жобаның Иә, аясында. Сол жерлерде жаяу жүргіншілерге жағдай жасаймыз деп біз көлік кептелісін көбейтіп алмаймыз ба? Сонда Өйткені ойластырып жолдарды отырмыз. Иә. кеңейту жоспарда бар екен. Мысалға кейбір жаңағы неге қарасақ, жобаға қарасақ, кейбір жерлерде жаңа көшелердің жаяу жүргіншілерге арналған жолын кеңейту көзделген. Соны кеңейте отырып, көлік жүретін жол қысқарып қалмай ма? Иә, жобаны жасау барысында бұндай қызу талқылаулар болды. Мысалы, жаңа жолдың, көлік жүретін жолдың енін кішкене тарылтып, оның орнына жаңа велосипед жүргіншілеріне, жаяу жүргіншілерге жасайық деген. Бірақ енді ол өте дұрыс болмас еді, егер біз көліктің енді өзінің орны бөлек қой, қаланың, елдің экономикасына. Егер ондай автомобиль көліктер болмаса, біздің алға дамуымызда ондай тез болмаушы еді. Сондықтан көлікке де көңіл бөлуіміз керек, жаяу жүргіншілерге де бөлуіміз керек, көңіл велосипедшілер бәрінен енді ортақ көше болғандықтан бәрі қанағаттандыратындай болу керек көшенің құрылысы. Соған көп көңіл бөлін. Бірақ енді көшенің енін ондай тарылтамыз дегенде ондай не болған жоқ. Бірақ сондай ойлар болған, тарылтып көп жерді жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерге берілсе қалай болады дегенде. Енді ондай нәрселер баруға болады, ол тек кішкентай көше, тұрғын көшелер болса, ол жерде көлікте онша көп жүрмейді. Ол жерде негізінен басым көпшілігі жаяу жүргіншілер. Ал енді үлкен магистральдық көшелерде, Әл-Фараби сияқты, болмаса Сейфуллин даңғылы болсын, Райымбек даңғылы болсын, ондай жерлерде енді ондай неге баруымызға болмайды, әрине. Егер жаяу жүргіншілерге арналған жол созылса, демек көліктерге арналған жолды да кеңейтуге тура келеді. Оның бәрін есептеп, соның көліктің күнделікті жүріп жатқан санына қарай ол өзінің талаптары бар ғой, қанша болу керек, көшенің ендігі қанша болу керек, магистральдық көшелердің ені қанша болу керек, аудандық көшелердің ені қанша болу керек, соның бәрін өзінің нормалары бар. Соған байланысты жобалар солай жасалған. Жақсы, енді Ернар мырза, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Тағы да қаланы көгалдандыру мақсатында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Бұдан да басқа біздер активистермен тығыз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мердігер ұйымдармен, юристтермен бірге, юри объектілермен бірге, спонсор болам деген кісілермен де отырғызам деген жерлерді біз көрсетеміз. Ағаштарымыз бар дейді, соларға көрсетеміз. Жасыл желектерді отырғызуға жерлерді, бос жерлерді көрсетеміз. Және үлкен, жаңағы ағамыз айтқандай, үлкен көшелердің бойына қазір ағаштарын отырғызу көптетіп жатырмыз. Байқасаңыз, Достық пен Байтұрсын көшесінің арасында, Абай даңғылы бойынша, ортасында ағаштарды қазір егіп жатырмыз. Ол себебі қылқан жапырақты елкалардың орнына сондай жапырақты ағаштар жолдың ортасына жақсы өседі. Өйткені қазір көптеп сұрақтар да келіп жатыр біздің басқармаға. Үлкен даңғылдардың ортасында тұрған елка ағаштары өліп жатыр дейді. Ол жаңағы газ неден, түтіннен ол өліп жатыр. Қазір таңда емдейтін емдеп, ауырғандарын алып тастап, орнына жаңа ағаштар егеміз. Ол мердігер ұйымдардың мойнында тұр. Сол ағашты еккендердің. Жақсы, рахмет. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Аға, бүгін студиямызға келіп, сізге де осылай ойларыңызбен бөліскендеріңізге алғыс білдірем. Құрметті көрермен, тағы бір естеріңізге сала кетейін. Бүгін бізде студияда қонақта болған Алматы бас жоспары ғылыми зерттеу институтының бөлім басшысы Айтілеу Жанат Әбдіхалықұлы және де Жайлы қалалық орта бөлімінің басшысы Бөкешев Ернар Парахатұлы болатын. Сіздерге көп рахмет. Ал енді құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар.